Қазіргі кезде рухия деген шығып жатыр. Рухиямен оқиды екен, рухия салады екен, рухиямен оқиды екен деген сияқты. Сол рухия деген ол енді арабша сөз болып тұр ғой енді. Ол рухия не демне екеуі бір. Жалпы Құран кәрімдегі пайғамбарымыздың бізге үйреткен ең оңай тәсілі жатар кезде ықыласы 3, фалақты 3, насты 3 рет оқу жайында айтқан. Тағы да жаңағы анау кімде-кім мына бір дұғаны оқитын болса, оған еш нәрсе зиян бермейді деген сияқты қысқа дұғалар бар мысалы. Сол сияқты пайғамбарымыз үйреткен дұғаларын таңертең кешкісін оқып, қолға жаңа үф деп дем салып, денесін сүртетін болса, оның айналасында жаңа қорғаушы періштелер пайда болады. Айтқанда, жалпы сол зияндардан сақтанады. Таңертең және кешкісін оқып жүрсе. Оны әр адам өзіне жасау керек. Ал енді адам әр кісі өзіне күнделікті жасамайды, ескермейміз ғой. Ескермеудің нәтижесінде адам жаңағы ол топталып жиналып, адам күндердің күнде мазасызданып ауырып қалуы мүмкін. Немесе жаңа назар тию деген бар, назар көз тию деген бар. Ол пайғамбарымыз не дейді? Көз тию ол хақ дейді. Түйені қазанға түсіреді, адамды қабірге түсіреді деп қатты ескерту жасаған. Сондықтан да кейбір кісілерге жаңа көз тиетін болса қатты мазасызданып ауырып қалады. Оны енді медициналық жағынан да оны жаңағы емдей алмай жатады. Оны тек қана сол рухани келген дерт ауруға тек қана жаңағы дем салу арқылы оның шипасын Алла Тағала беріп жатады. Өйткені Құран кәрімде не дейді? Құран кәрімді біз шипа қылып түсірдік дейді. Демек Құран кәрімнің аяттарын шынайы ықыласпен, шынайы ниетпен оқитын болса, белгілі болған сүннетке сәйкес дұғаларды оқитын болса, сол аурудан аюға бір себеп болады.